Сәлем достар, сіздермен бірге Made by KZ канал. Бүгінгі күнімізде біздер ВКонтакте MP3-ға арнайтын боламыз. Енді ВКонтакте MP3 туралы айтатын болсақ. Бұл кәдімгі ВКонтакте сияқты, бірақ оның көптеген айырмашылығы бар. Яғни біз кәдімгі ВКонтактеге кіретін болсақ, міне мысалға. Кәдімгі ВКонтактеде біздер музыка бар. Көп адамдар енді осы музыканы жақсы көреді деп ойлаймын. Бірақ олар көбінесе осы музыканы өзіне сақтағысы келеді. Мысалға міне қараңыз. Біз бұда сақтай алмаймыз. Ал бассақ. Ал біз оны қатты тыңдағымыз келеді, бірақ интернеттен жоқ. Десе мен сізге ВКонтакте MP3-ді скачать етіңіз кеңес беремін. Себебі біз бұл программа арқылы музыкаға кіреміз. Сақтай аламыз. Оны сақтай аламыз және сохранить ете аламыз. Және де оны біз жүктей де аламыз. Өз телефонымызға, планшетімізге скачать ете де аламыз. Ендеше тағы бір жақсы жақтарына келетін болсақ, мысалы кәдімгі ВКонтакте желісінде біздер видеоларды қараймыз. Қарағанда оларды жүктей скачать ете алмаймыз. Ал енді ВКонтакте MP3-ға кіретін болсақ, біз видеоға кіреміз. Біз видеоны қарасақ, біз оны скачать ете аламыз. Любой качествоны скачать ете аламыз. Және де сол кәдімгі ВК сияқты, бірақ тағы да бір жақсы жағы бар. Ол мысалға сообщениеға кірсек, сообщениеде мысалға кірсек, біз бұл сообщениеға артқы фонын өзгерте аламыз. Осы мына фон сообщениеде баса саламыз, және изображение кіремізде любой сурет таңдаймыз. Мысалға мен артында өсі жазушы тұр. Мен осы бар білетінім осы, бұның одан әрі көптеген функциялар бар шығар. Құрметті достар, каналға жазыламыз, тіркелеміз, лайк басамыз. Сіздерге көп рахмет. Бұл программаның сілтемесін жазып қоямын. Қош болыңыз.